Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз 6-9 ғасырлар аралығында өмір сүрген түркі мемлекеттері туралы әңгімелесеміз. Бұл кезең қазақ жерінің, жалпы орталық Азияның тарихындағы аса маңызды уақыт. Өйткені дәл осы кезде алғашқы ірі түркі қағанаттары құрылып, кейінгі мемлекеттердің негізі қаланды. Біз біртіндеп түрік қағанатынан бастап, оғыздар мен ұйғыр қағанатына дейінгі мемлекеттерді қарастырамыз. Бірінші түрік қағанаты. Түрік қағанаты 6 ғасырдың ортасында пайда болды. 552 жылы Бумын қаған Алтай мен Жетісу өңірінде мемлекет құрады. Бұл оқиға түркі халықтарының тарихындағы алғашқы ірі империяның басталуы болды. Қағанат Алтайдан бастап Каспий теңізіне дейінгі ұлан-қайғыр аумақты қамтыды. Түріктер негізінен көшпелі мал шаруашылығымен айналысты, атқа міну мәдениетін дамытты. Қағанаттың саяси орталығы Архон өзені бойында болды. Ең бастысы, олар түрік деген этникалық атауды алғаш рет мемлекеттік деңгейде бекітті. Осылайша түркі халықтарының біртұтас тарихы басталды деп айта аламыз. Енді шығыс және батыс түрік қағанаттары. Түрік қағанаты бастапқыда күшті болғанымен, уақыт өте келе ішкі тартыстардың әсерінен екіге бөлінді. 603 жылы қағанат шығыс және батыс болып бөлініп кетті. Шығыс түрік қағанаты қазіргі Монғолия аумағында, ал батыс түрік қағанаты Жетісу мен орталық Азияда орналасты. Бұл екі мемлекет бір-бірінен тәуелсіз болды. Шығыс қағанаты Қытаймен күрес жүргізсе, батыс қағанаты Жібек жолының батыс бөлігіне бақылау орнатты. Батыс түрік қағандарының орталығы Суяб қаласы болды. Айта кетсек, осы кезеңде түріктердің сыртқы саясатындағы басты мақсат Жібек жолының өз қолына алу еді. Өйткені ол тек сауда ғана емес, үлкен байлық пен ықпал көзі болды. Келесі Түркеш қағанаты. 704 жылы Жетісу өңірінде Түркеш қағанаты пайда болды. Оларды негізін қалаушы үш иелік қаған болды. Түркештер негізінен Тянь-Шань мен Жетісу аймағында қоныстанды. Қағанаттың астанасы Суяб, кейін Талас қаласы болды. Түркештер арабтармен, қытайлармен, сонымен бірге басқа түркі тайпаларымен күрес жүргізді. Олардың тарихтағы орны ерекше, себебі Жетісу өңірінде ислам діні алғаш рет осы кезде тарай бастады. Бірақ ішкі қақтығыстардың Түркеш қағанатының әлсіреуіне алып келді. 9 ғасырдың ортасында олар тарих сахнасына біржола кетті. 4-ші Қарлұқ қағанаты. Қарлұқтар 8 ғасырда Жетісуға келіп, 756 жылы өз мемлекеттерін құрды. Қарлұқтардың бастапқыда Алтай мен Тарбағатай өңірінде өмір сүрген. Кейін батыс түрік қағанатынан құлағынан соң Жетісуға орнықты. Қарлұқ қағанатының орталығы Суяб қаласы болды. Қарлұқтар да Жібек жолына таласты. Олар ислам дінін алғашқылардың бірі болып қабылдады. Осылайша қазақ жерінде ислам дінінің түпкілікті орнығуына жол ашты. Қарлұқ қағанатының бір бөлігі кейін Қарахан мемлекетінің құрамына енді. 5-ші Оғыз мемлекеті. 9 ғасырдың соңында Сырдарияның төменгі ағысы мен Арал маңында Оғыз мемлекеті құрылды. Оғыздар негізінен мал шаруашылығымен айналысты. Бірақ сонымен бірге теңіз маңында балық аулау, сауда ісімен де шұғылданды. Оғыздардың орталығы Янкеген қаласы еді. Олардың сыртқы саясатындағы ең үлкен қарсыласы қыпшақтар болды. Сондай-ақ оғыздар Хазар және Еділ бұлғалармен қатынас орнатты. Кейін оғыздардың бір бөлігі батысқа қарай қоныс аударып, қазіргі Түркиядағы селжұқтардың негізін қалады. Сондықтан Оғыз мемлекеті түрік халықтарының тарихындағы маңызды кезеңдерінің бірі. 6-шысы Ұйғыр қағанаты. 8 ғасырдың ортасында Монғолия аумағында Ұйғыр қағанаты құрылды. Ұйғырлар бастапқыда түркілерге тәуелді болғанымен, кейін күшейіп өз мемлекетін құрды. Олардың астанасы Ордубалы қаласы болды. Ұйғырлардың ерекшелігі, олар мәдениет пен жазуды дамытуға ерекше көңіл бөлді. Манихейлік дінді қабылдап,
жазба әдебиет, өнер, қала мәдениеті өркендеді. Ұйғыр жазуы кейін көптеген түркі халықтарының мәдениетіне ықпал етті. Дегенмен 9 ғасырдың басында қырғыздар ұйғырларды жеңіп, мемлекеті құлады. Бірақ ұйғыр халқы тарихтан жоғалған жоқ. Олар Шыңжаң, Қытай жерлеріне қоныс аударып кетті. Қорытындылай 6-9 ғасырлардағы түркі мемлекеттері қазақ жері мен орталық Азия тарихында ерекше орын алды. Олар алғаш рет түркі тайпаларын біріктіріп, мемлекеттіліктің негізін қалады. Осы дәуірде жібек жолы үшін күрес жүріп, ислам діні тарай бастады. Түркі жазуы мен мәдениеті дамыды. Кейінгі мемлекеттер бәрі осы негізде қалыптасты. Ал енді 6-9 ғасырлардан кейін қазақ жерінде және оған көршілес аймақтарда жаңа түркі мемлекеттері пайда болды. Бұл кезеңде мемлекеттілік формалары нығайып, ислам діні кең таралып, қала мәдениеті өркендеді. Біз енді Қарахан мемлекеті мен Қарақытайлардан бастап, Қимақ Қыпшақтар, Қыпшақ хандығы, Хазарлар және Найман, Керей, Меркіт сияқты мемлекеттерді қарастырамыз. Бірінші Қарахан мемлекеті. Қарахан мемлекеті 10 ғасырдың ортасында Жетісу мен Шығыс Түркістан аумағында пайда болды. Оны Қарлұқ, Шігіл, Яғма тайпалары құрды. Қарахандықтардың астанасы алғаш Баласағұн қаласы болды. Кейіннен Қашқарға көшті. Қарахан мемлекеті тарихта ерекше орын алады. Себебі дәл осы мемлекет ислам дінін алғаш мемлекеттік дін ретінде қабылдады. 960 жылы Сатық Боғра хан исламды жариялап, халық арасында кеңінен таратты. Бұл оқиға қазақ жерінде ислам өркениетінің бастамасы болды. Сонымен қатар Қарахан дәуірінде қала мәдениеті дамып, мешіттер, медреселер, керуен сарайлар салынды. Әдебиет пен ғылым өркендеді. Жүсіп Баласағұнның құтты білік еңбегі, Махмұд Қашқаридің Диуани лұғат ат-түрік еңбегі дәл осы кезеңде жазылды. Келесі Қарақытай мемлекеті. Қарақытайлар немесе Ляо әулетінің бір бөлігі 12 ғасырда Жетісу мен Шығыс Түркістанға қоныс аударып, өз мемлекетін құрды. Олардың орталығы Баласағұн қаласы болды. Қарақытайлар буддизм мен конфуцийшілдікті ұстанды. Бұл оларды жергілікті мұсылман халықтарынан ерекшелендіреді. Олар орталық Азиядағы саяси жағдайға үлкен ықпал жасады. Қарақытайлар жібек жолын бақылауға алып, салық жүйесін енгізді. Бірақ жергілікті халық олардың саясатына қарсы шықты. Сонында Қарақытай мемлекеті 13 ғасырдың басында Наймандар мен Қарақыпшақтардың кейіннен моңғолдардың қысымынан төтеп бере алмай құлады. Ендігі кезекте үшіншісі Қимақ Қыпшақ бірлестігі. 9 ғасырдың аяғында солтүстік және шығыс Қазақстанда Қимақ тайпалары күшейіп, Қыпшақтар мен бірігіп одақ құрды. Бұл бірлестік 10 ғасырда күшейіп, Есіл, Ертіс, Тобыл, Жайық өзендерінің бойын мекендеді. Қимақтар да, Қыпшақтар да мал шаруашылығымен айналысты. Бірақ сонымен қатар темір өндіруді жақсы меңгерді. Археологиялық қазбалардың Қимақ Қыпшақтардың қару-жарақ, сауыт сайымдарды жетік жасағаны белгілі. Бұл бірлестік кейінгі Қыпшақ хандығының негізін қалады. Төртіншісі Қыпшақ хандығы. 11 ғасырдан бастап Қыпшақтар жеке мемлекет ретінде тарих сахнасына шықты. Олардың жері өте кең болды. Алтайдан бастап Еділ өзеніне дейін созылды. Қыпшақтардың орталығы алғаш Сығанақ қаласы болды. Қыпшақтар әскерлік қуатымен ерекшеленді. Олар көрші мемлекеттермен жиі соғысты. Әсіресе оғыздармен, хорезмдіктермен, орыс князьдіктермен байланысты орнатты. Орыстар қыпшақтарды половецтер деп атады.
қыпшақтар далада көшіп қонып өмір сүргенімен қалаларда сауда жүргізіп жібек жолына қатысып отырды. Бұл мемлекет қазақ халқының этникалық құрамына тікелей ықпал еткен маңызды мемлекет болып табылады. Енді бесіншісі Хазар мемлекеті. Хазар қағанаты 7 ғасырда пайда болғанымен 10 ғасырға дейін өз ықпалын сақтап қалды. Оның орталығы Еділ өзенінің бойындағы қазіргі Астрахань маңында орналасқан. Хазарлар жібек жолының батыс тармағын бақылап, сауда-саттықпен айналысты. Олар ерекше мемлекет болды, себебі билеуші әулет иудаизм дінін қабылдаған. Сонымен бірге мұсылмандар да, христиандар да, пұтқа табынушылар да бірге өмір сүрді. Бұл көпдінділік олардың ерекшелігі еді. Хазарлар Византия мен Араб халифатымен, кейін қыпшақтармен байланыс орнатты. 11 ғасырда Хазарлар әлсіреп, тарих сахнасынан кетті. Енді соңғысы Найман, Керей, Меркіт мемлекеттері. 10-12 ғасырларда Қазақстанның орталық және шығыс аймақтарында Наймандар, Керейлер, Меркіттер сияқты ірі тайпалық одақтар өмір сүрді. Наймандардың орталығы Архон өзені бойында болды. Олар әскери ұйымшылдығымен ерекшеленеді. Керейлердің астанасы Бейтөбе қаласы еді, ал олардың билеушісі Торы хан христиан дінін қабылдаған деген деректер бар. Меркіттер негізінен Ертіс бойын мекендеді. Бұл тайпалардың бәрі де 12 ғасырдың соңында Шыңғыс хан шапқыншылығына дейінгі кезеңде күшейіп тұрды. Ал олардың әлеуметтік саяси жүйесі қазақ халқының кейінгі құрылымына да әсер етті. Ал енді осы 10-13 ғасырларды қорытындылай, түркі мемлекеттері 6-9 ғасырлардағы қағанаттардың жалғасы болды. Бұл дәуірде ислам діні түпкілікті орнығып, қала мәдениеті өркендеді. Қарахан, Қыпшақ сияқты мемлекеттер қазақ халқының қалыптасуына тікелей ықпал етті. Ал Найман, Керей, Меркіт сияқты тайпалар кейін қазақ құрамына енді. Осылайша 10-12 ғасырлар қазақ жерінде жаңа мемлекеттердің қалыптасуымен ерекшеленеді.